Бүкіл әлем телефондардың, қоғамдық желілердің адамға деген кері әсері туралы шыңғырып айтып жатыр. Расында солай ғой. Осылай таза ауаға шығып, денеңді сергітіп, телефоннан демалған абзал. Сол қоғамдық желілердің бірі YouTube. Мен қызықтыратын қазақ тілді YouTube. Қаншалықты ол дамыған, қаншалықты оны біздің балаларымыз, жасөспірімдеріміз көреді. Соның барлығын бүгін сіздермен бірге зерттеп көрейік. Бүгін қазақ тілді YouTube туралы сөйлесеміз. Жалпы өткен күндердің бірінде бір жаңалық келді. Онда Қазақстан Республикасындағы интернет сөз бостандығы 50-ші орынға төмендеді деген хабарлама келді. Әрине өкінішті десек те, мен үшін бұл өте маңызды ақпарат. Өйткені біздің YouTube проектіміз сол интернеттегі сөз бостандыққа тікелей байланысы бар проект болғандықтан маған өте қызық болды. Қызықтыратын сұрақтардың бірі, қазақ тілді YouTube'те пайдалы контент бар ма, немесе жоқ па? Бір уақытта балаларға көрсетем деп YouTube'ты ашып, мысалға тайм менеджмент қазақ тілінде деп теріп көрдім. Бір жармаған бір екі видео шыққан шығар. Ал орыс тілінде терсең, ондайлар көп, ағылшын тілінде де көп. Демек қазақ тілінде де сондай пайдалы адамның өміріне, күнделікті тіршілігіне, немесе істеп жатқан оқуы мен тірлігінде, бизнесына керекті ақпараттар қазақ тілінде бар ма, жоқ па? Қарапайым мысал. YouTube'та аштық, тайм менеджмент қазақша деп жаздық. 1, 2, 3 влогердің видеосы және Қазақстан телеарнасынан тайм менеджмент уақытыңызды жоспарлай аласыз ба деген видеосы шықты. Енді бүкіл YouTube платформасында қазақ тілінде тайм менеджмент туралы 5-6 видеоның болуы әрине аз болып саналады. Тағы бір мысал. Қаржылық сауаттылық қазақ тілінде YouTube арнасында қанша видео бар деген теріп көрдік. Қаржылық сауаттылық теріп көретін болсақ, Эрита Абдиева, 1-2 тағы да Сен ТВ халық арнасы. Жалпы айтқанда 2-3 немесе 4-5 айналдырған видео бар. Қайталап айтатын болсақ, бүкіл YouTube арнасында қаржылық сауаттылық туралы қазақ тілінде информация аз. Қазақ тілінде YouTube'да пайдалы ақпараттардың аз екенін түсіндік. Демек келесі сұрақ. Ондай болса YouTube'да не қазір трендте? Ол ешқандай сиқыр емес. Тренд деген кнопкасын бассаң бітті. Қалаулым немесе менің қарапайым қайрат. Қазір тағы да жаңа сериал шықты. Филиал деген. Қазір солардың бәрі қазақ тілді контентті алатын болсаң, солар трендте. Салим Social Media қазір сериалдардың производствосы болуына өте көп қаржы құйып жатыр. Бұл өте жақсы. Өйткені қазақ тілді адамның көңіл күйін көтеретін контент көбейіп жатыр деген сөз. Демек, бізде сол контенттің ішінде, осы трендтің ішінде болу керекпіз. Өткенде Netflix американдық компаниясы әлеуметтік желілердің адамдарға деген кері ықпалы туралы үлкен бір видео түсіріпті. Енді оны көрсеңіз, кішкене шок болып қаласыз. Егер көрмегендеріңіз болса, араңызда көруге кеңес беремін. Адамның қоғамдық желіде көбірек уақыт өткізген сайын, оның талғамы, оның осы жарнамаға деген
назары сол қоғамдық желілердегі алгоритмдермен программа жасалынады деп айтуда сол фильмнің жасаушылары. Демек, неғұрлым адамдар қоғамдық желілерде көбірек отырса, демек сол қоғамдық желілерді жасап жатқан адамдарға ол тиімді. Егер адам әлеуметтік желіде көп ұзақ отырып, оның ішінде тек қана өзінің көңіл көтеретін видеоларды, еш мағынасы, мән мағынасы жоқ видеоларды көре берсе, әрине ол зиян болады, және оның ешқандай бір пайдасы жоқ болады. Ал егер де өмірінде қолданатын мағлұматтарды алып, уақытын дұрыс басқару, қаражатын дұрыс басқару, денсаулығына жақсы қарау деген секілді видеоларды, контентті қарап, және оны тек қана қарап қана қоймай, өзінің өмірінде пайдалы болса, әрине ол ешқандай онда зияны жоқ, тек қана пайда болады. Менің енді жалпы осы түйген ойым және осы YouTube арнасын ашқан мақсатымыздың өзі қазақ тілді контент көп болсын, және ол тек қана көңіл көтеретін қана емес, бірақ адамның өміріне деген пайдалы титтей болсын, пайдасы тиетін бір мағлұматты алып шығу. Егер осындай біз контент жасасақ, демек біз мақсатымызға жеттік деген сөз. Құрметті достар, комментарийде жазып жатқандарыңызды және лайк басып жатқандарыңызды көріп жатырмын. Өте көп рахмет қолдауларыңызға. Енді сол қолдауды тоқтатпаңыздар, лайк басып, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі жүздескенше.